Алматы қаласы дін істері басқармасының жанынан құрылған оңалту және кеңес беру орталығы бар. Неден оңалтамыз адамдарды? Қандай кеңес береміз деген сұрақ туындайды ғой. Адасып дейміз бе, болмаса діни бағдарын жоғалтып алған азаматтар өте жоқ емес, бар, көп. Жастар, орта жастағы кісілерде кездесіп жатамыз. Біздің жалпы анализ бойынша, біздің байқауымыз бойынша, мына интернет ресурстың күші. Шынымен өте күшті екен интернет ресурстың күші. Әсіресе ағылшынша, арабша, орысша, осы үш тілде Google-ға жалпы өзіне керекті бір діни мағлұмат адам вбивать ететін болса, бірден ең бірінші болып өздерінің жаңағы біз шейх ысмақ деп айтамыз, өздерінің ғалым ысмақтарының жауабы шығады сол жерге. Дәстүрлі ғалымдардың жауаптары кейінге қалады, неге екенін білмеймін. Одан кейін әрине біз білдік, сөйтсем жаңағыдай Google-ның өзі орысша айтқанда проплаченный екенді. Жауапқа қанағаттанғаннан кейін ары қарай адам қазбалайды ғой. Қазбалап келе сол дінге тіреледі. Шейх ысмақтарға айналып келіп тіреледі. Ал ол шейх ысмақтардың жалаулатып жүрген ұрандарының бірі ең дұрыс жолда бізбіз, қалғандар адасқан. Сондықтан егер сен дүниеңді уайымдасаң, өз қара басыңды ойласаң және ақыретіңді уайымдайтын болсаң, бізді тыңда, бізге ер. Бұрын жаңағыдай сөйлеген лекцияларын қазіргі лекцияны салыстыратын болсаңыз, бұрынғы лекциялары енді шын мәнінде жеткізу мәнері, жеткізу мәдениеті де онша неге болмайтын, әдеби болмайтын жалпы. Қазіргі таңда шешендік өнерге өте бет бұрып бара тұрғандар жақсы. Қазақша да, орысша да өте сауатты сөйлейтін болып бара жатыр. Міне осылардың салдарыменен біз осы уақытқа дейін жұмыс істеп келе жатырмыз.